Досым, осыны тыңдағаннан кейін телефоныңызды шетке қойыңыз. Бірде Ибн Джаузи рахматулла жолда кетіп бара жатып балықшыны көреді. Ол балық аулап жатып, өлең кетіп тұрады. Ол өлең айтқандықтан балық аулауға қиналмайды, одан жалықпайды. Не істеуіңіз керек? Телефонды шетке қойыңыз да Алланы әуендетіп зікір етіңіз. Егер зікір жасау қиын көрінсе, әуендетіп айтыңыз. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Қандай зікір білесіз? Әуендетіп айтыңыз. Бірден байқайсыз, зікір жасау жеңіл дейді. Зікір етіңіз, ақиретке көптеген сауаптар жинаңыз.